Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің тілдерді дамыту және архивісі басқармасы, Руханият коммуналдық мемлекеттік мекемесі 31 қазан күні оқушылар сарайында алаш қайраткерлері, ұлт ағартушылары Сұлтанбек Қожанұлы, Хайреддин Болғанбай, Асылбек Сейіт, Телжан Шонанұлының 125 жылдығына арналған ұлылыққа тағзым тарихи танымдық іс-шарасын өткізді. Шараның мақсаты ұлт мұраты жолында өлшеусіз еңбек еткен алаш ардақтылары һәм тарихи ірі тұлғалардың есімін, еңбегін ұлықтау, сол арқылы жас ұрпақты ұлтын, тілін, тарихын құрметтеуге тәрбиелеу, таным көкжиегін кеңейту, ұлылардың қайраткерлігін, мұраларын көпшілік қауымға насихаттау, елорда жастарының рухани қуатын арттыру. Тарихи танымдық іс-шара 4 бөлімнен өтіп, оның әрқайсысында аты аталған ұлт зиялыларының еңбегі кеңінен баяндалды. Алаштың аяулы азаматтары туралы бейне сюжеттер көрсетілді. Ұлт тұлғаларын, тарихи жолын зерттеуші ғалымдар Тұрсын Жұртбай, Дихан Қамзабекұлы ой пікірлерін ортаға салып, жас ғалымдар баяндама жасады. Айгүл Қосанова, Телман Нұркенов, Рахат Сәрсенов, Данияр Мұханов, Сәрсенғали Жүзбаев сынды белгілі өнерпаздар дәстүрлі әндер шырқап күй шертті. Шаңырақ театрының әртістері тұлғалардың мақаласынан үзінді оқып, көпшілікке театрландырылған қойылым ұсынды. Шара соңында «Менің көшем» жобасы аясында әлеуметтік желілерде жолданған сауалдарға дұрыс жауап беріп, белсенділік танытқан қала тұрғындары марапатталды.